Друзья, здравствуйте. Еще да. Мы еще в городе Семипалатинске, біз Семей қаласындамыз. Мына жерде белсенді, өзіміздің белсенді Бесшанның ата-анасының үйінде қонақтамыз. Міне папасы Бесшанның қазақ деп жүрген азаматшалар. Бесшанның папасы боласыз, Иә, әкесі, папасы міне, әке дейді ғой. Әкесі, Бесшанның әкесі. Міне дастархан жайып, анасы екеуі, Бесшанның анасы мен әкесі қонақ қылып жатыр. Біздің жан-жақтан келген белсенді азаматтарды, азаматшаларды, енді азамат деп аталады ғой барлығы. Мына жерлерде міне қай жақтардан келген азаматтар? Кім? Маңғыстау облысы Сан-Шитвайдан. Иә. Алматыдан, Шымкент. Шымкент. Алға Қазақстан. Алға. Осы Семейден, иә? Айта беріңіз Семейден. Астана. Иә, аттарыңыз айтып отырсаңыздар да болады, танысып отырсыз. Біле берсін аттарыңызды. Астана тире Қостанай. Астана. Біз сияқты ғой, Семей тире Алматы. Арыстан келіп отыр. Аттарыңды айтып кетіңдер, халықтар біліп отырсын, кім екенін белсенді біздің Алиюша. Алия Семейден. Семейден, аха. Ерлur Семейден. Семейден. Семейден атым Ерлан болды. Иә, Ерлан біздің. Осы Күміспектегі Бесшан батырымыз Қазақстанның барша жан-жақтарына барып, осы кісілермен араласып, сондай болғаннан кейін осы үйіне қонаққа шақырып күтіп атқан себебі бар. Әке шешесі стол жайып. Семейденбіз ғой. Аха. Міне қымыз сапырып, қымыз ішіп жатырмыз. Міне қане қайталап айтып жүрміз. Қымыз ішіңіздер ағайын. Қымыз ішіңіздер ағайын деп жатыр. Міне қонақжайлықтарын көрсетіп жатыр біздің Семейдің адамдары. Міне бізді қонақжайлықтарын көрсетіп қарсы алып жатыр. Мың алғыс. Бүгінгі қуанышымызда шек жоқ. Сөзбен айтып жеткізу невозможно. Өте қуаныштымыз біз мұхтарымыздың босап ақталып шыққанына. Сол енді өздеріңіз айта отырыңыздар, мен кішкене эфирді осылай қосып, мамасын қазір таныстырайын. Бесшанның. Бесшанның өзін ұмытып кетіппіз ғой, міне Бесшан. Армысыздар ағайын. Барлығымызға ортақ жеңісіміз құтты болсын. Бүгін адамның құқығы жоғары болды. Адамның мүддесі қорғалды. Бірақ оны үкімет қорғаған жоқ, халықтың өзі жұлып алды. Бірікті, ынтымақтасты. Ауызбіршілікте болсақ, бізде әділдік орнайды ағайын. Сол үшін әрқайсымыз құқық үшін күресейік. Жылайтын уақыт артта қалды. Құқығымызды жібермейік, мүддемізді жібермейік, күресейік әрқашан. Дұрыс айтасың, Бесшан. Жасасын Қазақстан, жасасын Қазақстанның азаматтары. Міне қуанышымызда осылай Қазақстан елі, осы қуанышымызда сіздерді ортақтастырайық деп, бізбен ортақ болсын деп. Иә, жаңа бүйтіп аттарын кейбіреу атады, кейбіреу атамады. Сіздерді біздің осы қуанышымызбен ортақтасып отырғандарыңызға рахмет. Бізбен бірге болып, міне көріп отырғандарыңызға. Ше беріңіздер, тамақтарыңызды ала беріңіздер, мен өзім осылай прямой эфирда жүрейін. Мен прямой эфирда жүре беремін. Қазір мен өзі зрительдарымды қимайтын адаммын. До конца барлығын көрсеткім келеді, барлығы қуаныштарын. Олардың жүректері тоже ар жақта, экранның ар жағында лүпілдеп отыр ғой оларды. Алаңдап, барлығын бағынағыдан сотта болған жағдайларды барлығын көріп отырған болатын. Одан жаңағы рұқсат етпегеннен кейін өшіруге тура келді, үзіп тастадым. Бірінші эфирімді 600 адамнан асып бара жатқан еді. Оны өшірткізіп тастады. Барлығы күтіп отырған еді ғой, нені? Тікелей эфирді. Барлығы. Нет, сақталған, ол эфир бар менде, неде сақталған. Просто ана прямойды көріп отырған другое ощущение ғой. Сосын, былай сақталған менің парақшамда бар. Кіріп көрсеңіздер өздері біледі. Мен парақшам Шарлин. Иә, білмейтіндеріңіз сол парақшадамын мен.
сол мен өзімді көрсетіп қояйын да бір былай. Иә. Мен Шарбатпын. Осы Семей облысының, бұрынғы Семей облысының тумасымын. Бірақ Алматыда тұрамын. Оны барлықтарыңыз уже естіп біліп алдыңыздар. Өз жерім өлең төсегім деп мына жерде еркінсіп жүрмін. Сол қуанышымызда шек жоқ. Рахмет сіздерге де. Шарлин апайды босатыңыздар, тамақ ішіп алсын. Өскеменнен сәлем деп жатыр сіздерге Ақылбек Қалқашбаев. Саламат болсын деп жатыр сізге де. Алғыстарын білдіріп жатыр сіздерге. 1000 алғыс дейді. Тамақ ішіп алыңыз деп жатыр талап. Ішеміз. Тамақ қазір біздің... Дұрыс айтады әне. Алып сымадым. Қасық алып тамақтан алып жейді. Сымын айтып жүрсіздер ме? Астар алдында, Аллахым, мына жазылған бүгінгі дастарханымыз осындай қуанышқа болсын. Арқасынан осындай қуаныштар болсын дастархандарымыздан. Аллахым, мына қалғанда, мына түрмелерде қазір жатқан басқа да саяси тұтқындарды да Аллахым осылай тез күндерде барлығын бостандыққа шығуын Аллахым насip еткен. Тез күндерде мына бізді жеңіске жеткізуін Аллахым насip еткен. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахират хасана ва қина азабан-нар бирахматика я архам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. алыңыздар, тамақ алыңыздар, рас болсын. Ал, туғандар, туысқандар, осындай қысқа эфир, тағы да бір қосылып жатармыз енді әлі. Қазірше бір тамағымызды алайық. Қимай отырмын, қазір кіріп жатыр адамдар енді көруге. Қалай қиям? Өшірейін бе, өшірмей қойайын ба? Айтыңыздар десем. Баршаңызға сәлем айтып жатыр. Қазір папасын таныстырдық. Қазір мамасы. Тараздан сәлем айтып жатыр. Жанат Естаев. Жоқ, отыра бер, мен шетте отырайын, сендерді бір тұрып, бір отырғанша. Ал, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Так, міне мамасы, анасы, Бесжанды осындай алтын ұлды дүниеге әкелген міне анасы. Рахмет. Қазақстан көріп отыр, апай. Бүкіл прямой эфирдамыз біз міне. Аман болыңыздар. Ойлаған армандарыңызға жете беріңіздер. Қазақ ел аман болсын. Аумин. Жақсылық тілейміз тек қана. Бірлік тілейміз, ынтымақ болсын. Аумин. Рахмет сіздерге осындай. Ал. Менің есімім Төлеуов. Біржанның әкесі болады. Мамасы ана кісі Бақытбай Төлеуқызы Тәжібекова. Бүгін келген жұмыстарыңыздың бәрі оңымен болып, сәтті болып, аяқталып жатыр. Дүние жүзі естіп отыр. Шапқылап жүрген өздеріңіз біздің баламызда жас болса да өз қатарларыңызға қосылып, елім деп еңіреп жүрген азаматтың бірі деп ойлаймын осы. Және кімдермен жүр деп өздеріңізді бір үйге шақырайық. Алдында да кетіп кетті, үшіншіңіз келіп тұр мына кісінің сотына. Ол кездерде асығыс жүрді, және мына бүгін жеңісі болғаннан кейін қой, кімдермен жүр, қандай азаматшалармен жүр, танысайық деп өздеріңізді. Үйден бір шағым шай берейік деп әңгімелесіп отырайық деп асықпаңыздар, тамақ алыңыздар. Еліміздің іргесі тиіш болып, осындай жақсылықта, жеңіспенен ылғи әділеттік болса, біздің жатқан ұлан байтақ жерімізді басқа жаққа бермей, сатпай, бәрімізге жұмыс күші табылып, сондай табыстарға жете берейік. Амандық болсын деймін. Ішіп жеңіздер, тамақ алыңыздар ал. Аумин. Рахмет сіздерге. Бір адамның өмірі өзгеріп жатыр. Ағайын туысы бәрі қуанып жатыр қазір, бала шағасы бәрі. Орталарына, жанұясына қосылып жатыр. Қаншама ру көтерілген азаматымыз халқым деп жүрген. Қаншама дүние жүзінде белгілі еңбек еткен. Қаншама ақша кіріп жатыр ол кісінің еткен еңбектерінен. Бәріңіз де білесіздер ал. Керемет қонақ жайлы адамдар екен деп сізге де рахмет айтып жатыр. Қазақ қонақ жайлы ғой осындай. Семей қаласында Бесжан бауырымыздың отбасында отырмыз, дәм татып,
сөйлеген, өзін таныстырып өтті, әкесі болады. Батырымыздың жас болса да шынымен де елдің ғамын жеген жігіт. Жастарға да айтады, осы қосып кететініміз бар. Осы Бесжан інімізден үлгі алатын жастар болса жаман болмайтын еді. Мына Бесжан өзінің осындай жас болса да өзін осындай алдыңғы қатарларда өзін көрсетіп жүр. Мына елімізде болатқан биліктің істеп жатқан осындай нақұрыс жұмыстарын барлығын тікелей айтып салып, өзінің ой-пікірлерін еркін жеткізіп жүрген дара жігіт десек те бола береді. Елімізге осындай батырлар көп болғаны өте жақсы. Осы әке-шешесіне айтып кеткім келіп отыр. Осындай жігітті тәрбиелеп өсірген мына анасы, батырымыздың мына анасы, өзіңізді айтып жіберсеңіз. Мен Бақыт Байтелеуовна. Машалла. Мына батырымыздың анасы, бұл осы өзінің ақ сүтін беріп осындай мейірімді, елді ойлайтын, жерді ойлайтын жігітті тәрбиелеген ана осы болады. Әкесі міне тұр. Осындай сіздерді, осындай тәрбиелеп өсірген сіздерге мың алғысымызды білдіреміз. Біздің арамызда жас болса да ешқашан өзінің жастығын нетпей, өзінің ой-пікірлерін еркін жеткізіп отырған барлығыңыз ютубтардан көріп жатырсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Жас болса да жалы биікте. Жас болса да жалы биік, өте керемет жігіт. Оны айтудың қажеті жоқ, барлығыңыз ютубтан көрсе болды, барды. Міне бірге жүрміз ғой, айтып кететін. Алматыда жүрміз, Астанада, басқа қалаларда жүргенде магазиндерге кіріп қойсаңдар, магазиншілер де көшеде кетіп жатқандар айтады. О, ютубтағы балдар ғой, көрсетіп жатады, қызық болады. Ана ютубтағы жігіт айтады. Рахмет сіздерге. Ана алып отырыңыздар, алып отырыңыздар, жеп ішіп отырыңыздар. Бесжан өзі отырмады ма келіп? Сорпа, қымыз, барлығы міне нағыз қазақтың тағамдары. Өзіңізде табағамыз. Аламыз біз ақа. О, даже біздің жақты міне қатығы келді. Сорпаға қосып ішетін. Біз жақта сорпаға қатық береді. Білесіздер ме десем? Өзіңіз қай жетесіз? Мен өзім Шығыс Қазақстанның Жарма ауданынан. Бірақ мен енді бұл жақтан кеткеніме көп жылдар болып қалды. Тамақтан алып істеп Туған жерді айтамыз ғой. Иә, әрине. Туған жерді айтамыз ғой. Әрине. Жұмыс істеп жүргендерді айтамыз. Дұрыс жерде сөз екенсіз. Тамағыңыздар, ішіп тамақ жеп алайық, сосын ары қарай түсіреміз. кішкене мына оңғайсызда ғой. Иә, мына тікелей эфирде жүрген кішкене нелеу екен. Тамақтарын ішіп алсын. Уақыт болар әлі әңгімелесіп, былай отырғанда қазір кететін жол жүретін біздің жаңағы Арыстан келген қызымыз бар. Иә, Күмісбек осында. Гүлсара, Күмісбек әрине осында, енді ол үйінде ме дейсің бе? Иә, осы жақтың тумасы, Бесжан да осы жақтың тумасы. Иә, міне Бесжанның өзі жүр, сорпа апара жатыр. Сол, қадірменді достар, кішкене тамақ алып, прямой эфирда отырып тамақ алуға ыңғайсызданып отыр, сондықтан өздеріңізден кешірім өтінеміз. Рахмет. Друзья, мы в гостях у Бесжан Күмісбектегі. Поэтому сейчас уже сели за стол, и людям немного неудобно в прямом эфире принимать пищу, так скажем. Поэтому приношу извинения. Я сейчас на время отключу. Если будут какие еще изменения, я подключусь. Всем доброго вечера или доброй ночи. Аумин, аумин. Я Бесжанның ата-анасы осындай қымызымен, сорпасымен қарсы алып жатыр. Ладно, всем доброго. До свидания. С победой. С освобождением Мухтара Жакишева. Всех поздравляю. Я завершаю эфир. До встречи.